Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Біз бүгін сіздерден көп келіп түсетін сұрақтардың бірі ер адамдардың изменасы жайында. Осы ер адамдарға не жетіспейді, неге измена жасайды? Баласын туып бересің, тамағын пісіріп бересің, түнде төсегіңде жатасың. Бұларға не керек екен деген сұрақты көп қоясыздар. Яғни көрермендерім, 5 баламмен тастап кетті, күйеуім измена жасағанын біліп қойдым, ажырастым, ажыраспадым, кешірейін ба, кешірмейін ба деген сұрақтар бізге өте көп келеді. Сол сұрақтарға жауап есебінде ғалымдардың зерттеуіне және біздің ер адам көрермендерімізге жасырын анкета жүргізу арқылы осы ер адамдар неге измена жасайды екен, сол сұраққа жауап іздедік. Қараңыздар, ер адамдардың измена жасауының ең негізгі екі себебі бар. Біреуі бұл әйелінен сексуалды қанағаттанбау. Яғни ер адам о баста әйеліне үйленген кезде ол баласына шеше, ата-анасына келін, болмаса киімін жуып, тамағын пісіріп беретін повар, няня іздеген жоқ. Ол о баста ең алғаш әйелінен махаббат іздеді. Бірінші оны жақсы көрді, құшақтағысы келді, сүйгісі келді, сосын оған үйленгісі келді, оны өмірлік жар еткісі келді. Әрине жаңағы жақсы келін, жақсы тамақ пісіретін, поварлық өнері, бала туып беру, оның барлығы да керек. Бірақ ең маңыздысы, ең керектісі оған инстинкті тұрғыда, еркектік тұрғыда әрине төсектік қатынас кезінде оны оргазм алдырып, оны қанағаттандыратын, яғни оған сексуалды энергия беретін, нәзіктік, әйелдік энергия керек еді оған. Естеріңізде болсын, ер адамға үйленбейді. Ер адам әйелінен әйелдік нәзіктікті көргісі келеді, яғни жанында бір сұп-сұлу, әп-әдемі болып тұратын, оны жақсы көретін, төсекте қанағаттандыратын әйел көргісі келеді. Төсекке еркек сияқты жаңағы ақша табатын, болмаса жұмыстың бәрін қопарып тастайтын, ондай әйел еркекті әлсіз қылып жібереді. Яғни сіз жаныңызда егер әлсіз, сондай сіздің жаныңызда айтқаныңызбен жүретін еркек көргіңіз келсе, онда сіз мықты еркек сияқты ақша табатын, тестостероны мықты, бойын ұрып тұрған еркек шор әйел болыңыз. Ал егер күйеуіңіздің ақша тапқанын, мықты болғанын қаласаңыз, сіз одан сайын нәзіктене түсіңіз. Бұл бірінші кезекте. Екінші кезекте, яғни сізге күйеуіңіз повар есебінде, повар болғаныңыз үшін, кондитер болғаныңыз үшін, үйді жақсы жинағаныңыз үшін үйленген жоқ қой. Ол сізде махаббат іздеп үйленді. Яғни сіз өзіңіздің әйелдік болмысыңызды жоғалтып, өзіңіздің сексуалды энергияңызды басып тастап, аналық инстинкт, жақсы келін болу, жақсы үй жинаушы, жақсы повар болу қызметін көп атқарып, ал өзіңіздің ең негізгі любовница, махаббат беруші өзіңіздің рөліңізден айырылған кезде, есіңізде болсын, күйеуіңіз басқа жақтан сол өзіне жетіспей жүрген сексуалды энергияны, махаббатты іздей бастайды. Сөйтіп бейсаналы түрде уже көзі жан-жаққа алақтай бастайды. Ол еркекке сен неге анаған қарадың, сен неге былай істедің деп ұрысқаннан еш нәрсе өзгермейді. Олардың табиғаты сондай. Оларға ұрысқаннан гөрі сіз өзіңізге көбірек фокус бөліңіз. Мен нені дұрыс жасамай жатырмын? Мен өзіме уақыт бөлуді ұмытып кеттім ба? Деген сияқты өзіңізді жөндеу арқылы ғана сіз өзіңізге еркекті қарата аласыз. Ал еркекті мойнын байлап өзіңізге таңып қарата алмайсыз. Осы нәрсені есіңізде сақтаңыз. Ал екінші көбінесе еркектердің измена жасайды себеп бұл алкоголь, яғни масайрап қалған еркек, ол өзінің тіпті не істеп не қойған, яғни ақыл есінен, былайша айтқан кезде, ішіп алған кезде ақыл есінен айырылып, кім көрінген адаммен жыныстық қатынасқа түсе салуы мүмкін. Әрине, сондықтан күйеулеріңіздің алкогольді сусыннан аулақ болғаны жөн. Алкогольді сусын ішкеннен кейін ол тіпті кіммен болып жатқаны да маңызды емес, тек қана өзінің бойындағы бір жануарлық инстинктің ғана жүзеге асыруды ойлайды. Және ондай жыныстық қатынас ер адамдарға ешқандай бір эмоция сыйламайды. Яғни ол мына шіркін әйел деп ешқашан тамсанып оны еске алмайды. Өйткені ол арақтың үстінде масайрап болғаннан кейін ол тек қана уақытша бір жануарлық деңгейдегі инстинктін ғана қанағаттандырады. Сол үшін күйеулеріңіздің дін жолында арақ ішпей,
таза болып жүргенін қалаңыздар. Және ең бастысы өздеріңізге көп көңіл бөліңіздер. Көбінесе әйелдер күйеулер измена жасаған кезде күйеулерін айыптайды, күйеулеріне фокус қойды, оны аңдиды, оның жаңағы слежка қойып қойып, жұмысына барғанын, келгенін, кіммен сөйлескенін, соткысын аңди бастайды. Оны аңдудың қажеті жоқ. Измена жасайтын болса, ол бір 5-10 минуттық дүние, оны да жасай салады. Сіз одан да өзіңізге көп уақыт бөлдіңіз, өзіңізді аңдыңыз, өзіңіз не істеп жатсыз, нені дұрыс істемей жатсыз, неге сізден безініп жатыр ол еркек, басқа ел оны несімен қызықтырып жатыр, сол бір нәрселерге көбірек көңіл бөлу керек. Әрине, измена болған кезде кешіру, кешірмеу, ол әркімнің еншісіндегі дүние. Енді келесі бір видеода біз измена жасамас үшін не істеу керек деген тақырыпты қозғаймыз. Сол кезде қызықты ақпараттармен бөлісетін болам. Енді мен сіздерден кері байланыс күтем. Егер сіздің күйеуіңіз измена жасаған болса, сол изменаның себебі не деп ойлайсыз? Неге сіздің жолдасыңыз сізге измена жасады? Соны өзіңіз бір сәт ойланып, сараптап көріңізші. Және бұл жерде біз бір-бірімізді аңдып, өсек айту үшін отырған жоқпыз ғой. Жалпы чаттарда осы нәрсені талқылау және проблеманы шешу үшін отырғандықтан барынша ашық жауап берсеңіздер болады. Өйткені біз бір нәрсе туындаған кезде оның себебін білмесек, себебін анықтап, соны емдеп тастамасақ, оның салдарымен, яғни күрескеннен пайда жоқ. Күйеуіңізді аңдып, неге анаумен измена жасады ма деп оны аңдағаннан пайда жоқ. Неге жасап жатыр? Соны аластатуыңыз керек. Жақсы қыздар, мен сіздерден комментарий күтемін. Сау болыңыздар.